осыны біз Құдай тағала бізге ақыл берген ғой. Ақыл деген сөздің өзінің мағынасы, парасат деген сөз бар да. Мына ақыл мида болады екен де баста. Суық ақыл, парасат адам жүрегінде болады екен. Сонда араб тілінің сөздің жазылып тұр. Фарисотун дейді да. Тонкий проникающий ум дейді. Парасат өтпейтін жері болмайды екен ғой. Адам парасат деңгейіне көтерілгенде, мысалы, біз өзіміздің отбасы проблемасын шеше алмай жатырмыз ғой. Ал шәкәрім айтады, ақыл құсы дейді. Яғни парасат айтып отыр. Ақыл құсы адаспай аспандаса, 7 қат аспан жерден басқыш болып, ғарышқа қол жетеді қармаласа дейді. Мысалы, Илон Масктың ақылы ғарышты бағындыруға қол жетіп отыр ғой. Біз әлі тұрғындарымызды газбен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Иә, сөз бе? Неге? Өйткені біз исламды ғылым деп қабылдап отқан жоқпыз. Біздің құлшылығымыз намазбен, зекеттен, оразадан аса алмай жүрді. Ал шәкәрім айтып отыр ғой. Алланың пендесіне рахмы мол, сен де өзіндей адамға мейірімді бол. Ол жаратты дейді. Алла тағаланың халлақ сипатын айтып отыр, жаратушы сипатын. Біз Алланы сүйеміз дейміз, бірақ Алланы танымаймыз ғой біз, Алланың жаратушы екендігін. Соны айтып отыр. Алланың пендесіне мейірімді бол, сен де өзіндей адамға рахымды бол. Ол жаратты, сен де жаратып бақ. Барды бардан шығарсаң болады сол дейді. Яғни қазіргі кездегі біз бұрынғы таза саф исламның кезіндегідей ғылым қарыштап даму үшін Алланың жаратушы сипатын тануымыз керек. Сол жаратушы сипатына ие болған адамды ғана Алланы құл деп тануымыз керек. Сонда ғана біз жаңағыдай батыстың ескі құсқысын мінбейміз, сөзсіз бе? Олардың тұтынушы, олардың жаңа табарын тұтынушыдан біз өзіміз жаңағы жаратушыға айналамыз, сөзсіз бе? Жаратушы, яғни креативті, шығармашылық иесіне айналамыз. Сонда шәкәрім ашық айтып отыр. Мұны білсең дейді. Неге мысалы ислам артта қалып жатыр батыстан? Мысалы 21 араб мемлекетінің бір жылдық табысы 3 триллион 270 мың доллар екен да. Ал жалғыз Германияның жылдық табысы 3 триллион 800 мың доллар екен, сөз бе? Бір Германия сонда 21 араб мемлекетінің жаңағы асып отыр да. Неге? Өйткені жаңағы Германияда не бар? Ғылым бар да. Олар Алланың жаратушы сипасын танып отыр. Яғни жасап отыр, жаңа нәрселер. Жаңадан жасап отыр да. Сонда пайғамбарымыз сұраған кезде, нағыз мұсылман қандай болады дегенде, адамдарға пайдалы адам мұсылман дегенде, сен қазір қалай пайдалы боласың? Технология арқылы ғана пайдалы боласың, сөз бе? Адамдардың тұрмысын жеңілдетіп, адамдарды мына қара жұмыстан құтқарып, адамдардың Құдайдың берген өзінің халифа қылып жаратқан бойындағы бүкіл потенциалын, 99 көркем месімен 8 супути сифатын сыртқа шығаратын ол ғылым ғой. Абайдың толық адамы осыған негізделген. Сонда Абай айтады, толық адам болу үшін дейді, әділетті, ғылымды және мейірімді болу керек. Сол кезде дейді, жер бетінде гармония, үйлесім орнайды дейді. Сонда ғана сен Құдайдың жаңағы жер бетіндегі халифасы, орынбасары қызметін атқарасың дейді. Сонда жаңағы айтып отырған шәкәрім айтады, құлшылық туралы. Мұны білсең дейді, жаңағы Алла тағаланың дейді, қалай жағуды білсең. Яғни Алла тағалаға сияқты жаратушы болсам, өйткені әке шеше баласын қашан жақсы көреді? Өзіне ұқсаған кезде жақсы көреді. Өзімнен аумайды дейді. Алла бізді қашан жақсы көреді? Өзіне ұқсаған кезде. Ал Алла тағаланың ең басты сипаты ол жаратушы сипат, сөзсіз бе? Жаңа нәрсе жасап халыққа қызмет етуіміз еді біз. Креатив, сөзсіз, жаратушы. Сонда шәкәрім айтады, мұны білсең, боласың сүйікті құл. Құлы болсаң, қожаңның сүйгенін қыл. Құдайға құл болайын деп ойласаң, Құдайға құл болдың мәнісін біл дейді. Сонда біздің қазіргі кездегі қарыштап даму үшін, әлемдегі ең бай, ең дәулетті мемлекет болу үшін бүкіл негіз бізде бар да. Бірақ өкінішке қарай біз соның қадірін білмей отырмыз. Істейтін адам жоқ. Алтынның үстінде отырып, Есенғали Раушанов айтты ғой, Германиядан ұшып келе жатқанда, театр фестиваліне барған, көңіл толмай айтқан дейді ғой. Аңғалдық, алтынның үстінде отырып, біреудің күмісіне таңғалдық дегенде. Біз алтынның үстінде отырмыз ғой. Бабаларымыз біздің исламды өте дұрыс түсінген, сөзсіз бе?